Біздің қайрат Европаны жарып жатыр. Ал енді соны жырлап арында тіл. Ел спорт әдеттегі үрдісімен жаңалықпен қатуда қауымға тіл. Өткен апта қорытындысын қарасаңдар, отандық футболшылар бабында тұр. Европа қарашы деп айтушы едік, шынымен қарайтындай болып жатыр. Чемпиондар лигасының аптасында бір жаңалық сүйсіндірсін бәрің дақыр. Ең үздік 7 ойыншы тізімінде Темірлан Анарбеков тарыңда тұр. Фирмин Лопес бастаса көштің басын, екіншісін Темірлан алып жатыр. Мбаппе мен Фодендей хас дүлдүлдер Темірланнан кейінгі орында тұр. Копенгаген төріне кегеніне, кешеде куә болдық өнеріне. 3-2 есебі тіркелгенмен әңгіменің бару керек тереңіне. Сыйыфтан сыйып жасап Анарбеков өр мінезін танытты өреліме. Еуропа түгелдей тамсаныпты қазағымның осындай өреніне. Одан кейін Байбек пен Сәтбаевтар қайсарлықпен жеттағыр дегеніне. Екеуі де бұйыртып 2 гол сап, есепте де сәл қалып ет теңелуге. Болашақ қазақ футбол жұлдыздары өсіп өніп дайын тұр дегеніме. Анарбеков, Байбек бар, дастаным бар, әр жеңісін арнайтын тек еліне. Жолдары ашық болсын әрқашанда, елмен жұртқа мол болып берер едем. 2 қолдап қол соқсын бүкіл әлем, 2 аяқпен гол соққан өнеріне. Әгейгәгім, әгейгәгім. Дзюдоны да айтайық жырмен нелеп, қашан мұндай мүмкіндік күнде келет. Абу-Даби төрінде кеше ғана Гранд Слем турнир өтті бір керемет. Ең мықтылар аттанды Қазақстаннан, ел ішінде шетінен жүлде керет. Тізімге қарап тұрсаң тым керемет, бірақта нәтиже жоқ дым керемет. Жалғыз ғана қоланы көрген кезде айтуға да ұяласың бірдеңе деп. Бұл жарысқа барлығы аттанарда, дебеді үлдеменен бүлде көрет. Абиба қола медаль алып берді, әйтеуір ел қолдауын жүрген елеп. Ақиқатты айталмау ақынғасын, ендеше таңдай тілім тақылдасын. Неге сонша бас салбырап қайттық екен, осы жағы қонбай тұр ақылғашын. Елдің ең мықтылары бар демес пе, Абу-Даби төріне шақырғасын. Болмаса реформалар жасау керек, жеңілістің ащы дәмін татырғасын. Әр жарыстан бір медальмен қайта берсең, қалай сенің тарихта атынғасын. Бүйте берсек бұйырмай бір медальда, шыққанның бәрі бізді жапырмасын. Бір күндері шамамыз жетпейді деп қайтадан галбадырақты шақырмасын. Футболдағы қаңсығым қайталанып, легионерге күнін қарап отырмасын. Бокс жайлы дайын тұр ақпарлары да, қазақ өзбек екеуі аттандауда. Ибаның әлем чемпионатына сәттілік деп жібердік аттанғанда. Ал тізімге бір сәт көз сап қарайықшы, ел намысын қорғайын деп жатқандарға. Ливерпульде чемпион болған ең үздіктер әлі де демалудан тоқталмауда. World Boxing тізгініне Головкин кеп, Иба бізге қызықсыз боп қалған ба? Кім сірі алтын алып, бағы жанып жеткізеді екен бізді тәтті арманға. Сәкен ғана секілді бір фаворит, көтеретін басынау бақ қонғанда.
Ал өзбектер кілең жүйрік мықтыларға сенім артып Дубайда аттандауда. Дусматов, Халоков пен Асад Худжа 2-3 дүркін чемпион болған мақтандарға. Әйтеуір тек сәттілік тілейтінім шаршаланға шығам деп отқандарға. Тәтті тілек жақсы ой балдай көңіл, әйтпесе емес менде таңдай темір. Ал жігіттер шабыңдар, тоқтамаңдар, барды сап аямаңдар жандай тевір. Бүкіл қазақ отқанда сенім артып, жеңіліп құламасын таудай көңіл. Қол соғып қуанудың орнына сан соғып өкінбесек болдай тевір.